Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Шаттық Маратовна. Бүгінгі сабағымыз предложный падеждің жалғасы ретінде оның функциялары және қашан, қай кезде, қандай предлогтармен қолданатынымызды үйренетін боламыз. Егер де каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Всем привет! Сегодня пройдем предложный падеж, о его функциях и когда и как использовать предложный падеж с предлогами. Добро пожаловать на мой канал. Итак, начнем наш урок. Егер де предложный падеждің қандай падеж екенін білмесеңіздер, оның жекеше және көпше түрінде қандай окончаниелерге ие болатынын білмесеңіздер, осы видеоның описаниясында ссылка қалдырдым, соны көрсеңіздер болады. Если не знаете, как изменяются предложный падеж, можете посмотреть видео по ссылке в описании. Предложный падеждің бірінші функциясы бұл место, яғни қайда деген сұраққа жауап береді. Жить, работать, учиться, гулять, отдыхать деген глаголдармен в, ва, на деген предлогтарды қолданатын боламыз. Мысалы, я живу во Франции, Ира работает в библиотеке, мы учимся в школе, они гуляют в парке, ты отдыхаешь на острове. Енді мысалы во Франции дегенді қалай оқимыз? Во деген предлогты біз ва деп оқитын боламыз, және во Франции екеуін біріктіріп оқимыз. Ва деген көбінесе екі согласный бірге келген кезде ва предлогы қолданылады. Және мысалы в школе дегенді біз в-ны ф ғып оқимыз. Осындай ш әріптер бірге келген кезде в школе деп оқитын боламыз. Және исключение айтатын болсақ, мысалы в шкафу у окончаниесіне е, в лесу, в аэропорту, в году, в Крыму, в саду. Және на предлогымен қолданылатын сөздер: на мосту, на полу, на углу, на берегу. Бұл алдыңғы сабақта өткендей мужской род болса да, мысалы, ережеге бағынбайды. У жалғау жалғанады. Первая функция предложенного падежа – это место. Отвечать на вопрос «где?». Например, мы употребляем предложенный падеж в функции место: жить, работать, учиться, гулять, отдыхать. И плюс предлоги в, ва, на. Например, я живу во Франции. Как и во всех наших уроках, есть исключения. Эти слова не подчиняются, например, в шкафу, в лесу, в аэропорту, в году, в Крыму, в саду. Здесь у нас окончание будет у. На углу, на мосту, на полу, на берегу. Нужно запомнить эти слова. Ал мына жерде в, ва, на предлогтарын қандай сөздермен қолданылатынымызды көрейік. Мысалы, в институте, в школе, в аудитории, в банке, в шкафу, в углу. В институте дегенімізде иді ғып оқитын боламыз. В институте. В школе в-ны ф ғып оқимыз. В аудитории. Ау деген сөзге ударение түседі. В банке. Бұл жерде в болып оқыла береді. Екінші ва предлогы. Во Владивостоке. Владивосток бұл қаланың аты. Во Франции, во Вьетнаме. Және на сөздері.
Бұл предлогты тек қана осы сөздермен қолданамыз, бұларға в деп қолдана алмаймыз. Өйткені бұлар көбісі ашық кеңістікте, немесе сабаққа қатысты, мысалы, болмаса әуестігімізге қатысты айтылады. Например, на шкафу, на полке, на углу, на почте, на фабрике, на заводе, на рынке, на вокзале, на стадионе, на проспекте, на улице, на площади, на собрании, на встрече, на мероприятии, на вечеринке, на лекции, на занятии, на уроке, на семинаре, на экзамене, на курсе, на факультете, на экскурсии, на выставке, на балете, на концерте, на родине, на западе, на востоке, на юге. Бұл сөздер на предлогымен қолданылады. Осыны жаттап алыңыздар. И здесь написаны все слова, которые мы используем с предлогом в, ва, на. Можете записать у себя в тетради. Предложный падеждің екінші функциясы бұл объект речи и мысли. О ком, о чем деген сұраққа жауап береді. Мысал, бұл жерде предмет немесе тема деген функцияда болуы мүмкін. Мысал, мечтать, думать, разговаривать, говорить, вспоминать. Және бұл сөздерге біз ап, аба деген предлогтарды қолданамыз. Қазір біз ап предлогтар туралы айтамыз, ал аба предлогы бұл көбінесе местоимениемен қолданылады, есімдіктермен. Бұны кейінгі сабақтарда өтетін боламыз. Мысалы, мечтать о машине, думать об осени, разговаривать об экскурсии, говорить обо всем, вспоминать о прошлом. И вторая функция предложенного падежа – это объект речи и мысли. И отвечай на вопрос о ком, о чем. И сочетается с глаголами мечтать, думать, разговаривать, говорить, вспоминать. И используем предлоги ап, аба. Аба мы часто используем с местоимениями, поэтому сегодня будем говорить только о ап и о ап. Мечтать о машине, например, думать об осени. Және осы предлогтардың қандай сөздермен қолданатынымызды көрейік. Мысалы, а предлогы бұл көбінесе согласные әріптерден қолданады. Мысалы, о маме, о книге, о сумке, о тебе. Және бұл сөзбен біріктіріліп айтылады. Ортасында ешқандай пауза болмайды. О маме бір сөз қосатып айтамыз. Екінші бұл ап предлогы. Бұған у әрпінен басталатын а, о, и, е әріптерінен басталатын сөздермен қосып айтатын боламыз. Об экскурсии, об университете, об институте, об Андрее, об Ольге. Бұл жерде де предлогпен сөзді біріктіріп айтамыз, бір тұтас қылып. Және я деген әріппен бұл предлогты қолданбаймыз. Мысалы, о яблоке. Және айтқанымдай обо всем. Бұл есімдіктермен қолданылады. Здесь написаны примеры, когда мы используем предлоги ап и аба. Үшінші функциясы бұл транспортқа қатысты айтылады. Например, ехать на чем? На машине, на велосипеде, на самокате, на мотоцикле, на скейте, на такси, на автобусе, на маршрутке, на троллейбусе, на трамвае, на поезде, на электричке, на метро, на самолете, летать на самолете, вертолете, на лифте, на корабле, плыть на корабле, ехать на лошади. Және бұл сөздерді біз тек қана на предлогымен қолданамыз. Және бізде такси, метро сөздері несклоняемые, существительные. Бұлар
қай падежде болса да осы өзгеріссіз қала береді. И третья функция предложенного падежа – это транспорт. И отвечай на вопросы «на чем?». Эту функцию мы используем, когда говорим о транспорте. И используем предлог «на». Например, на машине. Можете посмотреть на примере. Вот написаны все слова. Келесі функциясы ол уақытқа байланысты және қашан деген сұраққа жауап береді. На рассвете, на заре, на утро, на неделе, в году, в веке, в месяце, в детстве, в юности, в старости. Енді бұл жерде кейбір сөздерді біз прилагательныймен, сын есіммен қолданамыз. И следующая функция – это время. И отвечай на вопросы «когда?». Например, на рассвете, на заре, на следующей неделе, в этом году, в этом месяце, в детстве, в юности, в старости. Келесі функциясы бұл анықтауыш ретінде «на каком» деген сұраққа жауап береді. Мысалы, на китайском, на английском языке. Бұл тілдерге қатысты айтқан кезімізде. Болмаса, сипатын білдірген кезде в возрасте, человек в возрасте, в очках, в шубе, в зеленом платье, в классическом стиле. Немесе басқа да жағдайларда, мысалы, при простуде, при свете, при болях, при встрече, при проверке. И следующая функция предложенного падежа – это определение. И отвечать на вопросы «на каком?». Когда мы говорим касательно языка, например, говорить на китайском языке, на английском, на казахском языке. Человек в возрасте, в очках, в шубе, в зеленом платье, в классическом стиле. Или же при простуде, при свете, при болях, при встрече, при проверке. Келесі функциясы бұл инструментке байланысты. Немен, на чем деген сұраққа жауап береді. Играть на гитаре, на домбре, на пианине, на скрипке, на рояле, на флейте, на компьютере. Следующая функция – это инструмент. И отвечай на вопросы «на чем?». Когда говорим «играть на гитаре», «на домбре». Өткен сабағымызды бекіту үшін осы жаттығуды жасап көріңіздер. Видеоны тоқтатып, жақшаның ішіндегі сөздерді қазіргі өткен сабағымызға байланысты предложенный падежге қойып жазып көріңіздер. Егер жазып болған болсаңыздар, онда дұрыс жауабын көрейік. Молоко стоит в холодильнике. Мужской род болғандықтан ие жалғанады. Они отдыхают в Турции. Турция женский родқа жатады. Ия, и жалғауы жалғанады. Я часто летаю на самолете. Самолет мужской род, ие жалғанады. Он поедет на лошади. Лошадь женский род, ие жалғанады. Она едет на машине. Машина женский род, ие жалғанады. Некого попросить о помощи. Помощь женский родқа жатады. Мягкий знак и әрпіне ауысады. Учитель рассказал о романе. Роман мужской род, еге аяқталады. Она хорошо говорит на китайском языке. Язык мужской род, еге аяқталады. Денег у них в достатке. Достаток мужской род, о әрпі түсіп қалады. Беглая гласная, еге аяқталады. При болях принимайте это лекарство. Боль женский род, көпше түрі боли, болях, ях жалғанады. Есть хороший магазин при заводе. Завод мужской род, ие жалғанады. На следующей неделе у Асана командировка. Неделя женский род, еге аяқталады. Марат виртуозно играет на домбре.
Домбра. Женский род иге аяқталады. Он поступит в следующем году. Год бұл исключение сөз уға аяқталады. Сіздер дұрыс жазды деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті әрі қызықты болды деген ойдамын. Егерде предложный падеждің басқа сабақтарын көргілеріңіз келсе, мен описанияда қалдыратын боламын. На этом наш урок окончен. Думаю, что урок был полезным. Можете посмотреть мои предыдущие видео о предложенном падеже. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, поделитесь с друзьями. До следующих уроков. До свидания.